Шынымды айтсам, көп жылдардан бері лазерный коррекция жасатпағаныма өкінем. Досым туған күніне бару керек болды. Көзіме линза тағам, сол моментте көзім қызарып кетеді. Линзасы жүре алмаймын, линза тақпай бара алмаймын. Көзім жаман қызарып тұр. Сәлеметсіздер ме? Менің атым Тұрсынбаева Алтынай. Менің көзім бұрын минус 4,75 болған. Менің көзім таңертең өте қатты ауырып, дұрыс көрмеу, қараңғылық, сондай сезімдер болатын. Менде күнделікті линза тағу, көздің қызарып кетуі, аллергия, очкидің жараспай қалуы деген сияқты өте көп мәселелер болды менде. Может, менде дұрыс болмай қалады деген сияқты сондай қорқыныштар болды менде. Мен бұны тиктоктан көріп қалғам негізі. Көп ойландым, сосын не үшін жасатпасқа деген ой келді менде. Досым туған күніне бару керек болды. Мен көзіме линза тағам, сол моментте көзім қызарып кетеді. Мен жаман ұялдым. Осылай линзасы жүре алмаймын, линза тақпай бара алмаймын. Көзім жаман қызарып тұр. Достарымның арасына кіруге қатты ұялған момент болды. Сол моментте мен көзіме операция жасатамын деген ойға келдім. Соңғы шешімім сол болды. Операция жасататыныма өте қуанып жүрдім. Күндер жақындағанда өте қорқыныш сезімі болды. Бірақ негізі бір 10 минут па, 15 минут па сондай уақыт болды. Ешқандай ауырсыну болған жоқ. После операцияда ешқандай ауырған жоқ. Бәрі күшті өтті. Негізі врачтардың подходы ұнады. Өте қатты. Бәрі жақсы болады деген сияқты сөздермен менің кішкене настроениемді көтерді, көңіл-күйімді көтерді кішкене. Мен өте қатты қуандым. Не үшін алдыңырақ осылай жасатпағаныма. Ең ұнағаны лазерный коррекция жасатып болғансын, таңертең очки, линза іздемейсің, сумкаңа контейнер салып жүрмейсің. Лазерный коррекциядан кейін мен үйге барам дегенше ешқандай ауырсыну ештеңке болған жоқ. Үйге барғансын кішкене ауырды, сосын мен ұйықтадым. Ұйықтағансын уже менде ауырсыну басылып қалды. Келіңіздер, ешқашан өкінбейсіздер, бәрі күшті, ешқандай қорқынышты ештеңке жоқ. Өйткені аза уақытта жасалады, әлемді өз көздеріңізбен көресіздер.